Hey what's up достар, қалайсыңдар ма? Достар, бүгінгі видеода мен көңіл-күйім өте керемет, өйткені достар мінекей араға қаншама күндер салып мен YouTube каналымды қалайда дейді видео салатын емді ашты. Короче, маған авторский права қолданғаным үшін жал дейма, страйк дейма үшін сонда жіберді. Оны қалай біліп қойды десеңдер, өйткені мен өзім плейлист аштым. Сол плейлистке сол авторский права қолданған видеомды салдым. И потом барып бір бәле деді, уведомление типа ескерту сияқты болды. А уведомление не екенін білетін шығарсыздар. What the fuck, не болып қалды десем, сосын блейд тағы бір ескерту жіберді. Сосын мен видео түсіре алмай қалдым. Достар, бұл страйкты бұл қашан не істейтесіңдер? Жаздың ортасында, понимаете? 30 июльда. Нема мен жазға дейін бір тала видео түсірем десем, мынандай шығып тұр ғой. Соң мен дейтім бірден апелляция жібердім. Содан 2 күн күттім, 3 күн күттім. Түк шыққан жоқ. Сонысын мен барып кеттім де туп поддержкаға жаздым. И қаншама күннен кейін маған наконец-то ашып берді. Блин. YouTube, саған не болған? Мен сендерге не істедім соншама? Короче, достар, бүгін мен қалай ютубта тез дамуға болады, не болмаса қалай блогер болу, қалай тез подписчик жинауға болатынын айтатын болған. Бұның бәрі видеоның атында тұр. Короче, get go. Intro. Деген мен all I need to break it down till we get. Деген мен all I need to break it down till we get. I need to break it down till we get. Сендерге прикол көрсетейін бе? Если что, жаңағы тұрған мен етімін негенде. Мен тағылмай қалыңдар ма? Анау мен туралы 20 фактағы не болсын кесіп бүйтіп қойсам. Мен үшін бәрі easy. Достар, тақырыптан ауытқымайық. Подписчик жинау үшін, блогер болу үшін сіздерге обязательно канал керек. Канал ашу үшін ол өте оңай. Оны телефоннан ашса да болады. Достар, сіз easy блогер болыңыз. Онда сіздерге әрине компьютер және телефон болса все easy. Ал камераға негізі ақша жаратудың қатты қажет жоқ. Мен әрине камера алдым. Качествосы қалай? Осы камераға обзор жасаған мен. Анау келешектегі мен қалай видео түсіремін деген видеоны дәлдеп тастаймын мүмкін осы камераға тағы да обзор жасаймын. Короче, достар, сіздер осы компьютер болса негізінде сіздер бірден easy дамисыздар. Менде компьютер, бірақ мен easy дамыған жоқ. Өйткені менде мен подписчиктер көрмейді, мен дұрыс емес контентте видео түсіріп жүрмін, сондықтан да ғой деймін. Егер де сізде телефон болса, все, Майнкрафт скачать етіп алыңыздар, Майнкрафт түсіре беріңіздер. Қазір көп қой Майнкрафт түсіретін. Айта берсең жетеді, оның бәрі әрине телефонның арқасында дамып кетті. Блин, мен де сөйтейін десем, сөйтіп көрдім, бірақ одан түк шықпады. What the fuck? Әрине достар, сізді былай камераға қарап айтпай әшейін компьютермен немесе мата түсірсеңіз болады, там GTA түсірсеңіз болады, там негізі Майнкрафт түсіріп дамып кеткен адамдар қазір миллион, понимаете? Қазір достар, ютубқа кіріп қарасаңыздар, рекомендацияда не тұрады? Әрине сол баяғы Майнкрафт тұрады. Бля, Майнкрафт жайлы не айтып, мен Майнкрафт ойнағым кеткен. Короче, достар, сіздер өйстіп дамып кетсеңіздер болады. Екінші, қалай тез подписчик жинау болады? Ол әрине дұрыс контентке байланысты. Мысалы сіз летсплей таңдасаңыз, мысалы бір ойынға солай ары қарай жалғастырасыздар. И не болмаса, егер сіздер вообще подписчик жиналмаса, онда сіздер обязательно реклама алыңыздар. Менде реклама алған бұрынғы каналымда, бірақ на каналға өкініп қалдым. Ары кетсе 100 подписчик жиналып, 100 подписчик смело бірақ жинауға болатын еді, бірақ мен понимаете? Сал сіз YouTube канал аштыңыз, бірақ түк просмотр, түк подписчик жиналмайды. Блин, әрине оны достарыңызға таратып көріңіздер, сол достарыңыз көреді, дамып кетеді үшін. Мен басында сөйткем. Сосын барып видеоның аты, зәнде, значогы, суреті қандай болады? Әрине бәрін адамды қызықтыратындай қылып жасау керек. Мысалы, 1000 литр Кока-Колаға мен тұз қосса не болады? 100 арбузды жарса не болады? Ауызға миллион сағыз тықса не болады? 100 күн ұйықтамаса не болады? Кеп жазбай қойыңыздар. Егер де соны істесеңіздер, обязательно жазыңыздар. Ал превьюға келер болсақ, әрине ол эпично болу керек. Сіздер оны Android'да қандай программа өтетін Pixel Lab
деген программаны білем, бұрын мен сонымен жасағам, негізі жақсы фотошопта шықты. Ал қазір мен Photoshop CS6 деген компьютердегі бір программа бар. Сонымен фотошоп жасаймын, база жоқ істеді. Ризам бар осы программа. Ал ең бастысы сол монтаж. Монтажды достар телефоннан бір easy монтаждағыңыз келсе, онда сіз KineMaster деген программаны басып алыңыздар. Негізі онымен монтаждаған easy, сол. Егер де сізде компьютер болса, онда сізде Sony Vegas немесе Adobe атын ұмыттым мен, Sony Vegas монтаждаймын. Так, айтам. Adobe Premiere Pro деген программа, негізі ол тур Sony Vegas айырмашылығы жоқ, эффекттер, барлық эффекттер бар, просто оның андай суреті, дизайнерскийлер басқа. Негізінде сол болмаса екеуі бірдей программа ғой деймін, Және де достар, микрофон жағына келіп орсақ, мынандай микрофон алудың қажеті жоқ. Егер сіздер качественный звук кәдімгі телефоннан да болады. Мен де қазір компымның алдында отырмын, өйткені компта менде ескі комп болғандықтан мен компьютерімнен жаман звуктар шығады. Тыңдаңыздар. Көрдіңіздер ма қандай звук шығады? Ну ладно. Достар, YouTube сіздер easy канал ашып, easy дамуға болады. Осындай видео болды, ұнаса лайк, ұнамаса дизлайк баспаңдар, ештеңе баспай қойыңдар ұнамаса. Ал ұнаса достар, арнаға жазылаңыз, және керемет комменттер жазамыз. Сіздердің болған мен Нұрек. Сау!